қылмыстық іс бойынша, яғни 2 сотталушыға қатысты қылмыс қаралған. Қылмыстық кодекстің 188 бабының 4-ші бөлім 3-ші тармағымен, яғни адамдар тобының алдынан сөз байласумен тұрғын үй жайға заңсыз кіру арқылы бөтеннің мүлкін аса ірі мөлшерде жымқыру мақсатында қылмыс жасаған. Яғни 2022 жылдың қазан айында сотталушылар алдынан сөз байласып, жәбірленушінің тұрғылықты үйіне заңсыз кіру арқылы екінші қабаттағы үйдің бөлмесіне кіріп, жәбірленушіге тиесілі Samsung үлгісіндегі ұялы телефон және Samsung үлгісіндегі планшетті ұрлап, одан кейін 40 мың евросын жымқырып, оқиға болған жерде бой тасалап, жәбірленушіге аса ірі көлемде мүлік залал келтірген. Процесс барысында сотталушылар жәбірленушіге келтірген залалды толық көлемде қайтарып, жәбірленушінің талап арызы толық қанағаттандырылып, жәбірленуші бас сот талқылауында 2 сотталушыға талап арыздан бас тартатын, қылмыспен келтірген залал толық қайтқанын айтып, сот барысында сотталушыға кешірім беріп, соған қатысты тиісті шешім сотпен қабылданды. 2 сотталушыға қатысты жәбірленуші кешірім беруіне байланысты 2 сотталушыға қатысты қылмыстық кодекстің 63-ші бабына сәйкес шартты деп есептеп жаза тағайындалды. Сот бұл шешімге келген себебі жәбірленушінің кешірім беруіне байланысты. Біріншіден, жәбірленушінің толық келтірген залалы толық қайтқаны, бұрын сотталушылардың бұрын сотты болмағаны, жас балалардың болуына байланысты, шын ниетпен мүмкін қынжылып тұрғандарына байланысты, бір шет жасап тұрғанына байланысты сот осындай шешімге келді. Сөйтіп, қылмыстық кодекстің 63-ші бабын қолданып, шартты деп есептеп, бас бостандығын айырмай жаза тағайындалды. Әркімнің өз шындығы бар, бірақ ақиқаты жалғыз. Ақиқат жолында өзіңіздің құқығыңызды қорғаңыз. Кесімін сот айтады.